Это было чуть больше 3 лет назад. Я, получается, работал в том органе, который осуществляет проверочные действия. И в ходе проверки предприятия, в котором вот она работала, налоговую, да, она, получается, началось общение, в дальнейшем, которое переросло в более серьезные отношения. В общем, если вкратце рассказать, налоговая, когда я работала, я попала в тот отдел, где раньше работал Нуржан. То есть он за 2 года до моего прихода, он за 2 года уволился. И с проверкой, с налоговой проверкой он пришел именно в наш отдел. И вот так просто я бумаги приносила, и вот так мы познакомились. Познакомились чисто по работе, общались. Потом, когда уже все закончилось, через несколько месяцев он нашел меня в соцсетях и началось такое общение, просто непринужденное, легкое. И вот так вот переросло как семейное, как вы видите. Сол концерттен кейін танысып, одан кейін сол қызық болып, екеуміз танысқанымызға бір 3 күндей болды ма, болмады ма. Сол концерттен кейін мен өз шаңырағыма барлық достарымды шақырғам. Сол ішінде бірінде осы Фатимада болды. Сосын үлкен анамыз бар еді, осында. Сол кісіден әзілдеп сұрадым да, ал осы дос қыздарым бар, осы қыздардың ішінен өзіңізге бір ұнаған қызды айтыңыз, соған болашақта сырға саламыз деп. Бәлкім Құдай аузымызға салды ма, сол кезде үлкен анамыз осы Фатиманы көрсеткен. Осы қыз маған ұнады, осы қызға сырға саламын деп. Сол сөйтіп көп ұзамай 1 жыл өткеннен кейін сол өзі үлкен анамыз өзі барып сырғасын салып, құда түсіп, ата дәстүр салтымен жоралғысын жасап, үйінен ұзатып әкелдік сөйден. М-агент деген приложение арқылы таныстық. Бірінші басында сөйлесіп жүрдік, қалайсың деп, сосын кішкене дос болдық өзі. Сонымен сөйтіп уже. Сосын кездестік деген сияқты. Сізге астынан бір кісі келіп тұр, менің інім келіп тұр, соған айта қоясыз ба, көтерілуге рұқсат берсін деп. Сосын мен онда ешқандай не жоқ. Сосын маған адам келу керек еді, маған жібере қойыңыздаршы осындай 218 кабинетке деп звондаймын. Ол уақытта өзім шығамда басқа кабинетке кетіп қалам. Бір уақытта қайтып келсем, есіктің алдында сықиған бір жігіт тұр. Қолында мынандай ақ-раушан гүлдер бар. Мен өмірде ең жақсы көретін гүлім, ол мен ақ-раушан гүлдер болатын. Бірақ мен ол туралы ешкімге, даже тіпті әкеме де айтып көрмегенмін. Себебі ол бізде гүл береді деген ондай не жоқ қой. Сосын ақ-раушан гүлдер. Маған жігіттің өзі емес, ақ-раушан гүлдер қызық болды бәрінен де. Солай ақ-раушан гүлдерге ғашық болып қалдым деуге болады. Махаббат дегеніміз екі адамның бір-бірін жақсы көруі, сыйластығы, бір-біріне деген адалдығы. Махаббат сол ішінде сол сезім болса, сол махаббат құрылады. Егер ол ішінде сезім болмаса, адалдық, сыйластық болмаса, одан қандай махаббат шығар? Мен өзім сөйтіп ойлаймын, махаббат деген сол. Әркімнің бір адамның бойындағы бір үлкен қасиетке ғашық болып, сол қасиетті өмір бойы алып жүру шығар деп ойлаймын. Өзара түсінушілік деп ойлаймын, бақытты және ешқашан бірінші шагты, первый шаг, ешқашан ықпал жасау керек, егер қателік кетіп жатса. Тез кешіру және бір күлкіге айналдыруға болады, себебі бұл бәрі өмірдің мелочи жизни деп ойлаймын. Үйде ренжісіп қалған кезде көбіне мен өзім бірінші болып кешірім сұраймын. Өйткені әйел азаматы, біреудің ерке қызы,
өзінің артта қалған қалың жұртын тастап менің отбасыма келді. Енді көбіне ренжітетін ол ер азаматтар шығар, енді мен өзім ойлаймын, әйел азамат ол кейін ренжітейін деп ренжітпейді. Біздер ғой көбіне. Сосын өзім бірінші жол кешірім сұраймын. Өзім ренжітсем, өзім кешірім сұраймын, сөйтіп табысамыз. На самом деле, ну как первый шаг, я не думаю, что это как-то громко сказано, первый шаг, просто как-то, ладно, бывает, бір-бірімізде ренжіп қаламыз, сосын енді сөйлесіп кетеміз, бір сағаттан кейін уже ұмытып кетеміз да, жақсы. Басында мен де бірақ тырысып жүрдім да, қазір уже үйрендім. Енді ол ашуланшақ дегенде де екеуміз неміз тепе-теңбіз. Біреуміз ашуланып тұрса, екінші не істеп тұрады. Көп ашуландырмайды, успокоить етуге старается етеді. Сондаймыз енді ашуланып, өз басым ашуланып құтырамын дейтін ондай нем жоқ. Ұнамай жатса айтамын, ұнамай жатқан жерден осындай болып жатса енді дұрыс емес деп. Сол өзде ашуланса енді көп жынына тимей қойып стараться етесің ғой, обычный. Бәрін мен ұстайды или ол ұстайды, алып келеді үйге как добытчик, он приносит деньги домой, и мне какой-то процент дает расход. А свои деньги я себе держу. Мои деньги, как говорится, его деньги наши деньги. Біздің үйде ақшаны негізі көбіне жолдасым ұстайды. Негізі үйде бізде менің ақшам, сенің ақшам дейтін жоқ, ортақ ақша. Соны бірге пайдаланамыз. Ақшаны екеумізді ұстаймыз. Бізде андай бір касса деген жоқ. Енді касса болады, бірақ өзімізде болады. Үлкен бір жаққа керек болатын болса, енді бір жерден шығады деген. Так, это было день, как же, Всемирный женский день, на 8 марта. Ну, в общем, мы собрались в одном ресторане. Ну, в общем, такого ничего сверхъестественного не было. В ходе, вот, когда мы уже сели за столом, отмечали, ну, как обычно это происходит, достав кольцо, сделал предложение. Сами посидели, сами предложение сделала, я согласилась. Наш свидетель только был официант. Вот. И вышли, и все. И так. Потом через несколько недель сорвасалу, свадьба. И так и живем. Бірінші болып енді мен студенттік кезім ғой енді. Сосын Алматы қаласында жүріп, сосын Атырауға келдім, арнайы бір жұмаға ма, бір демалыспен. Сол кезде ұсыныс білдіргем. Содан бокс ұсынысын қабыл алды. Енді бір аса романтикпен деп айта алмаймын. Өйткені мен екеуміз жүрген жылдарында бір сыйлық алып беру, я бір алдау, жаңағыдай, ондай жоқ менде. Шыны керек, мен сыйлықты гүлдің өзінде маған үйленгеннен кейін сыйлық бердім, ал мен үйленгенге дейін бірден сыйлық беріп көрген жоқпын. Ол сол менің сондай қасиетіме басқа бәлкім орында басқа қыз болса көтермеді. Бұл кісі менің өзім Алматыдан келгеннен бір сыйлық қой енді. Шыны керек. Менен сыйлық күткен жоқ. Мен үйленгеннен кейін, әйел болғаннан кейін сыйлықты да әйел азаматының бұйымдарын да сол үйленгеннен кейін, әйел болғаннан кейін бердім. Ұсыныс білдірді дейтін енді бізде деген өйтіп білмеймін енді ол кезде ондай болмады ма, өзімде ондай болған жоқ па, қолым сұрайды дейді, қолым сұрау деген болған жоқ. Енді сөйлесіп жүрдік, біздерден қанша 5 жылдай ма, 4 жылдай сөйлесіп кездесіп жүрдік. Үлкендер ұсыныс жасады, шындай. Бізде қазақшылыққа салынып, үлкендер сырға салу дәстүрімен солай ұсыныс жасады.
шындығы керек, ешқашан бір-бірімізді атымызды айтпаймыз шығар. Бір уже мынандай не бар да, Айнұр деп қалса, уже ренжіп тұрғанын біліп отырамыз. Тек жаным деп жауап, бір-бірімізге жаным деп айтамыз. Ал мен оған Алмас десем, ол маған жауап беретін, өзің Алмас дейтін. Соған күлеміз, сол бір-бірімізге ренжіген уақытында солай атымызды айтылғанын білеміз. У меня цветочек деп айтады, иголка, куба деген менің әлеуметтік желіде аккаунтым IGO, Иголя деп айтады. И ол еркелетіп иголка, иголочка деп айтады да, цветочек деп айтады. Мен оны бәрі жан болып бізде жаным, мен оны жан деп айтамын. Мені еркелеткенде Атошым деп айтады, жаным деп айтады. Сол көп айтатын сөздері. Мен деген көбіне жаным деп айтамын. Басқа бір артық сөздер оны айтпаймын. Мен оның бәрін айта берсем көп қой. Күн сайын бір қолдана бермеймін көп сөздерді. Күнделікті қолданған сөзім сол жаным деген сөз. Былай арасында бір мерекеде туғанға деп болмаса. Нет. Такого нету. Мы доверяем полностью друг другу. И даже если у нас как бы свои друзья же есть, до как бы женитьбы были, тем не менее мы уже знакомы, и он знает моих подруг, друзей, всех волонтеров знает, и я знаю его друзей, поэтому у нас как бы все на доверие происходит. То есть если говорят там, бывают же такие встречи, собрания, там, когда просто девочки сами хотят, я ему просто говорю, и он всех знает и отпускает. Бұл кісі де қызғанады, мен де қызғанамын, бір-бірімізді қызғанамыз, шыны керек енді. Бірақ енді бұл кісі аса бір мені қызғандыратындай бір әрекеттер жасамайды. Қойшы. Қызғаншақ, екеуміз ондай қатты қызғаншақ емеспіз. Енді болады ғой, қызғаншақтық деп айтатын да қызғаншақтық емес. Сай просто бана неге өйтіп жасадың, қалай жасадың деген сияқты. Абай сен ешқайда бармайсың, отырасың деген ондай не жоқ. Салыстырмалы түрде ол қызғаншақ енді. Ал былай өмірде жанұямызда ондай қызғаншақ сезім бір-бірімізге ондай не болып көрген жоқ. Себебі біздер өзіміз бөлек жүре де аламыз, қыдыра да аламыз. Сондай қызғаншақ сезім ондай жоқ. Бақыттың құпиясы деген ол білмедіңіз. Әр адам бақытты болуға лайықты ғой. Соған талпынады. Бақытты даладан іздеудің керегі жоқ. Бақытты отбасында ата-анаң қасында болса, сүйген жарың бала-шағаң қасында болса, нағыз бақыт сол шығар. Отбасы болудың құпиясы енді бірінші орында ол сыйластық. Махаббат сүйдім күйдім дегенменен де бәрі бірінші орында сыйластық тұрады. Ердің әйелге деген, әйелдің ерге деген сыйластығы бірінші отбасын сақтап қалудың нағыз деңгейі десек, жоғары десе, ол сыйластық болып келеді. Егер бір-бірін сыйлаған адам, ол ешқашан айырылыспайды да, ешқайда кете алмайды ол былайша айтқан кезде. Бақытты құпия дейтін, отбасының құпиясы дейтін құпия жоқ ол деген. Бірін-бірі түсінушілік қой. Бірін-бірін түсінушілік, біреу айтып отқанда екінші тыңдау деген сияқты. Бір-біріне сосын түсінумен қарау. Андай біреу сөйлеп отқанда екінші қабаттасып бана сенікінен жоғары сөйлеймін деген жоқ. Түсініспеушілік деп ойлаймын өз басым. Әдемі қартаймыз. Сол өзімізде сондай бір әдемі қартайса қазір айтпақшы. Біз бір-бірімізге айтқанымыз бар. Әдемі қартаю. 80-нің үстіне келіп, бірге қартайып, бірге кету деген сияқты. Бір-біріміздің қолымызды ұстап деген сияқты. Енді бір махаббат
несі қатты болып тұрғаны бір бірімізді сөйтіп жақсы көріп өзіміздің ойлаймыз ғой енді сонда айтамыз сөйтіп. Ну, большой дом, камин, детей и куча внуков, собачка. Собачка. И такой, как у Шерлока Холмса, вот это есть же, кресло-качалка, что ли. Аминь, аминь.